Адамның энергиясы жалпы былай ғой, кейде сен таңертең тұрасың, ерте тұрасың, ерте тұрасың, онда тұрасың, маңызды емес, маңыздысы неде болып тұр. Әрине ерте тұрған негізі маңызды, бірақ та мен мынаны айтқым келіп тұр. Сен сағат нешеде жатып, нешеде тұрсаң да, сен үнемі шаршаңқы күйдесің. Сен үнемі бір басың ауырып тұрады, ұнжырағаң түсіп тұрады. Бірдеңені бүгін жоспарлап қойған дүниені бүгін жасамайсың. Неге? Жоспарлайын десең, каждый раз нені жоспарлағанда, мысалы, әсіресе адам өзіне қатысты дүниелерді жоспарлағанда, соны артқа шегерген кезде, ол міндетті түрде ол адамның өзіне келетін несібесі, ризығы дейміз бе, қай тілде айтасыздар, маңызды емес, сол артқа шегеріледі. Яғни біз өзімізге келетін дүниені артқа шегеріп жатырмыз. Ол үшін не істеу керек? Ол үшін өзің нені қалайсың? Қандай өмір сүргің келеді? Қазір неден бастау керексің? Дәл қазіргі сәтте сенің өміріңде болып жатқан жағдаяттардың өздері ол бекер емес. Бәріміз ақыл айтуға, қазір қарап отырсаң, мен де баяғыда солай тыңдайтын едім, ақыл айтуға мастер шығармыз, бірақ та мен өзімнің басымнан өткеннен кейін, өзім соларды, қалай айтсам екен, өзімнен жеңіп, подавлять етуге болмайды, оны тұншықтыруға болмайды. Сен оған деген көзқарасыңды, қарым-қатынасыңды өзгертесің. Мысалы, оған деп отқан не? Ренішке деген көзқарасты өзгерту керек. Өткен шаққа оралу керек мотивация үшін. Осы жерде тоқталам қазір. Не үшін өткен шаққа мотивация үшін ораламыз? Себебі өткен шағыңдағы жақсы да бар, жаман да бар, Әсіресе сенің рухыңды жерге таптат етіп түсірген сәтті сен мотивацияға ұста. Сол кезде, жаңа мотивацияны ұстайтын кезде, сен ары қарай ойланасың. Мынау деген маған кері алып келді ғой. Мен осы өмірге оралмас үшін мен алдыға жылжу керекпін. Постоянно үнемі сол жасаған дүниені, сол сені ренжіткен дүниені есіңде, сана сезіміңде кілт сияқты ұстау керексің. Ол кілт сенде тұру керек. Егерде мен қазір дәл бүгін ерте тұрмасам, дәл бүгін мен жасағым келеді йогаға бармасам, дәл бүгін мен тренажерный залға бармасам, дәл бүгін мен ипподромға бармасам, дәл бүгін мен машинайда вождение үйренбесем, дәл бүгін мен вертолеттан парашютпен секірмесем, дәл бүгін мен велосипед айдауды үйренбесем, дәл бүгін мен диета ұстамасам, дәл бүгін мен марафонымды бастамасам, онда мені анау күтіп тұр. Мен қайтадан сол күйге оралам. Осы күйдің сәтін мына сана сезімге мотивацияға ұстап тұру керексің. Егер мен бүгін жасасам, мен оны артқа шегерсем, демек сенде алдыға қозғалыс болмайды. Сен себебі ана жақта қалдың. Міне мотивация деп отқаным осы.